Достар, барлықтарыңызға үлкен сәлем. Есімім Дина, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздермен осы жақында алған бірнеше өте қолжетімді косметикалық өнімдермен бөліскім келіп отыр. Осы жаңа өнімдерді қолдану арқылы өзіме макияж жасағым келіп отыр және өз ойыммен сіздермен бөліскім келіп отыр. Егер сіздерге қызық болса, онда видеодан алыстамаңыздар. Біріншіден, осындай Catrice фирмасының көз бояуға арналған талаптар жинағымен бөліскім келіп отыр. Мінекей The Modern Matte деп аталады. Күнделікті қолдануға өте ыңғайлы, қолайлы көз бояу талаптар жинақтығы. Практикалық тұрғыда өте ыңғайлы түстер. Түстері мінекей осындай. Свод жасайтын болсақ. Өте әдемі, күнделікті қолдануға өте ыңғайлы түстер. Сонымен қатар Essence фирмасының осында мінекей көз бояуға арналған сүрме. Ол қоңыр түсті. Естуім бойынша бұл сүрмені Smoky Eyes жасаған кезде немесе жалпы қабағымыздың үстін жүргізгенге өте ыңғайлы, жұмсақ деп жатады. Және Essence-ның осындай біркелкі түсті, яғни қанық алхор түсті екі түрлі ерінді алаптары, бірақ біреуі жылтыр, Glossy Stick деп тұр, өздеріңіз көріп отырғандай. Мәт топтамасынан 07 түс Essence-ның ерінді алабы. Өздеріңіз түсініп отырғандай, оның түсі мат түсті, яғни жылтыр емес, матовый дейміз ғой, ерінге жаққанда. Екеуін салыстырып көрейік. Екеуінің түсі бірдей, бірақ біреуі жылтыр, ал біреуі ерінде мат түсті болып қалады. Сондықтан мен қазір көзімді бояп болғаннан кейін осы екі талаптың қайсысы жақсырақ және қайсысы көбірек үйлесетінін көре жатармыз. Көзіміздің бүкіл қозғалмалы қабағына ең бірінші ашық түсті жағып шығамыз. Мінекей қылқаламдағы артықшылықтарды сүреміз және көзімізге бояймыз. Бүкіл қабағымызға қасының астына дейін бояп шығамыз. Мінекей осындай ашық қызғылт түсті көз бояуын таңдадым. Қабағымыздың ортасына жағып шығамыз. Барлық шектерді мұқият түрде жою керектігін ұмытпаңыздар. Және ең соңында қоңыр қою түсті қолданамын. Оны көзіміздің шетіне, бұрышына, яғни және қабағымыздың қырына бояймыз. Бояғаннан кейін солай. Барлық түстер бір-бірімен араласып, біркелкі өң беру керек. Егер ортасындағы түс сізге жеткіліксіз сияқты болса, тағы да міндетті түрде қосуларыңыз мүмкін. Ендігі қолданатын өнім ол Essence-ның сүрмесі. Бүкіл қабағымды кірпігімнің астын өткізіп шығамын және астыңғы көзімнің астыңғы жағында осы сүрмемен жағып көрейін. Кішкентай қылқалам арқылы осы сүрмемізде біркелкі қылып бояп шығуымыз керек. Мінекей көріп отырғанымыздай, мынау көз мүлдем басқаша көрінеді, оң жақ көзі мүлдем басқаша көрінеді.
көзімнің көзқарасы бір терең болған сияқты, сүрмесіз қолданған көз мүлдем басқаша көрінеді. Енді көзімді тушпен бояп шығамын. Мінекей тушты жағып шықтым. Жаман емес сияқты. Енді келесі бөлім бір түсті, бірақ екі түрі текстуралы ерінді алаптарын қолданып көрейік. Бірінші жылтыр ерінді алабын жағатын шығамын. Мінекей ерінімді қарындашпен әрине сызып аламын біріншіден. Ерінді алабы қарындаш ретінде жасалғандықтан өте оңай, жеңіл жағылады. Жағылуының өзі бір жұмсақ, сондай ерініміз мінекей осындай болды. Ал енді келесі ерінді алапты көрелік. Енді осы нөмір 7-ші ерінді алабын бояп көреміз. Ал енді маған түсті ерінді алап осындай мінекей. Ол да өте жұмсақ, ерінге өте ыңғайлы жағылады. Ал қорытындылай келе айтатын болсақ, жалпы маған осы көз бояу жинағы өте қатты ұнады. Күнделікті қолдануға өте ыңғайлы. Әрине жағылу бірден біркелкі болмағанымен, бірақ осы бағаға тұрарлық сияқты. Сонымен қатар қоңыр түсті эссенстің сүрмесі қатты ұнады деп айта алмаймын. Менің ойымша бұл сүрмесіз де басқа сүрмелерді қолдану арқылы өзіңіздің макияжыңызды жаңартуға немесе көзқарасыңызды тереңдетуге болатын сияқты. Себебі бұл қарандаш көп ұсталынбайды екен, тез кетіп қалады көзіңізден. Сондықтан мен бұл қарандашты сатып алуға кеңес бермеймін. Ал ерінді алаптарына келетін болсақ, маған мат түсті ерінді алабы көбірек ұнады. Бірақ жалпы мына Glossy Stick өзінің бағасына тұрарлық және менің барлық үміттерімді ақтады деп те айтсам болады. Әрине екеуінің де кемшіліктері, екеуі де өкінішке орай қолымызға немесе басқа жақтарға тез жағылып қалады және әрқашан ерінді алабыңызды жаңартып отыруларыңызға мәжбүр боласыз. Дегенмен өз бағасына бұл ерінді алаптарды тұрарлық сияқты және жалпы маған түстері өте қатты ұнады, өте қанық түстері. Ал достар, егер сіздерге видео ұнаса, міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыздар және өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар комментарийда. Мен үшін ол өте маңызды және әрине арнаға жазылыңыздар. Ал мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Көп рахмет сіздерге. Сау саламатта болыңыздар.